Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын. Алматы телеарнасының тікелей эфирінде қорытынды жаңалықтар ақпараттарымен таныстыратын мен Талант Айымбетов, алдымен аңдатпа. Атыраудағы төбелес кісі өлімімен аяқталды. Арты қайғылы жағдайға ұласқан іске қатысты қылмыстық іс қозғалды. Тараздағы шағын аудан көшелері ширек ғасыр бойы асфальт көрмеген. Әкімдіктің уәдесіне тойдық деген қараша мәселені бір жақты етуді талап етіп отыр. Еліміздің 9 облысында құрғақшылық күтіледі деп метеорологтар дабыл қақты. Мамандар егіс алқаптарының иелеріне ескерту жасады. Атырауда төбелес арты кісі өліммен аяқталды. Жұдырығы жуан азаматтар қаладағы базардың алдында сөзге келіп, арты қайғылы жағдайға ұласқан. Олардың бұл әрекеттері сол маңдағы бейнекамераға түсіп қалыпты. Араздасқан атпалдай азаматтардың бірі екіншісін әуелі ұрып, кейіннен тепкінің астына алады. Қатты соққы салдары кісі өліміне әкеп тіреген. Әзірге кикілжіңнің неден болғаны белгісіз. Төбелес салдарынан жарақат алған 68 жылы туылған ер адам облыстық ауруханаға жеткізілген. 10 маусым күні ол жәбірленуші алған дене жарақаттары салдарынан қаза тапты. Қазіргі таңда қылмыстық іс қозғалып, тергеу амалдары жүргізілуде. Сот медициналық сараптамасы тағайындалды. Күдікті 85 жылы туылған ер адам уақытша ұстау изоляторына қамауға алынды. Алматы Екатеринбург тасжолының Қарағанды облысына қарасты аумағында екі жүк көлігі соқтығысты. Кеше таңертең болған апат салдарынан 20 жастағы жүргізуші мен 31 жастағы жолаушы оқиға орнында тіл тартпай кеткен. Ал апатқа ұшыраған көліктердің бірінде Меркі ауданының көкпаршылары болыпты. Жергілікті полиция департаментінің хабарлауынша тағы 4 адам ауыр халде ауруханаға жеткізілген. Аталған дерек бойынша қылмыстық іс қозғалды. Тиісті сараптамалар тағайындалып, тергеу әрекеттері жүргізілуде. Осы жол көлік оқиғасына байланысты ақпараттық агенттіктердің бірінде жол көлік оқиғасы кезінде көліктердің бірінде балалар мен оның жаттықтырушысы болғандығы туралы ақпарат шықты. Ол ақпарат шындыққа жанаспайтынын хабарлаймыз. Көлсай мен Қайыңдыға апаратын тақтайдай тегіс жолды тағы бірнеше жыл күтуге тура келеді. Туристерді көркімен арбаған мекенге қатынау бүгін ертең жақсармайтын көрінеді. Күнгей Алатау баурайындағы өңірдің жолын қалыпқа келтіру әзірге жоспарға енбепті. Осылай ашығын айтқан көлік министрі Марат Қарабаев алдымен кезекте аудандық маңызы бар жолдар тұрған жеткізді. Көрікті мекенге өзде барып көрмеген ведомство басшысы биылдан қалмай ол жақтың ахуалымен танысамын деп сендірді. Қайындыға Мемші жол мүлдем жоқ. Солай ғой, ондай қазіргі уақытта Көлсайға Қайындыға жоспарда жоқ. Оның үшін алдымен Көлсай мен Қайындыға баратын жолға барып жобалық құжатын дайындау керек қой. Ондай жобалық құжаты жоқ. Ол егер қазір тапсырма беріп, соны жобалық құжатын әзірлейік деп бастасақ, биыл бітірсек, мен ойлаймын, ары барса ол 25 немесе 26-та қалады. Қарағанды облысында 6 айлық нәресте көкжөтел тиіп қаза тапты. Еліміздің бас дәрігері қайғылы жағдайды екпе алмағанның салдары деп түсіндірді. Ақмарал Әлназарованың сөзінше шетінеген балаға жұқпалы ауруларға қарсы вакцина салынбаған. Олқылықтың арты опық жегізді деген денсаулық сақтау министрі екпе салғызуға ата-аналар жауапты болу керектігін жеткізді. Мұнымен қоса ведомство басшысы қазір елде кішкентай балалар арасында жұқпалы аурулар көбейгенін айтты. Один летальный случай от коклюша в Карагандинской области. Қарағанды облысында 6 айлық сәби көкжөтелден шетінеді. Әрине өте ауыр жағдай. Баланың инфекциялық ауруға қарсы екпе алмағаны анықталды. Сондықтан вакцина салғызуға келгенде ата-ана ретінде жауапкершілік ортақ болуы тиіс деп есептеймін. Қазір осыны көпшілікке түсіндіріп жатырмыз. Үкімет отырысына келген бас дәрігер елдегі емдеу мекемелерінің ахуалын айтып өтті. Соңғы 5 жылда 400-ге жуық денсаулық сақтау нысаны қолданысқа берілген. Алайда қызмет көрсетіп тұрғандардың жартысынан көбі тозып кеткен екен. Қажетті құрал жабдықтармен қамтамасыз етудің толық іске аспай келетінін айтқан ведомство басшысы дәрігер тапшылығы мәселесі де әлі өзекті деді. Үкімет басшысы аталған түйткілдерді шешуге бірқатар тапсырма берді. Алдымен өңірлердегі инфрақұрылымды жаңартуды ойластыру керектігін айтты. Жыл соңына дейін 556 объект салынады. Дегенмен әлі де көп нәрсе істелу керек. Ауруханалардың, емханалардың, университеттердің материалдық техникалық базасын жақсартатын боламыз. Бұл пациенттер мен персонал үшін қажетті жағдай жасауға және емдеудің жаңа технологиялары мен әдістемелерін дамытуға мүмкіндік береді.
Таразда 20 жыл бұрын ел қоныстанған тұрғын үй алабына әлі күнге асфальт салынбаған. Әкімдік былтыр қаржы бөлінді, бүкіл көшені жөндейміз деп уәде берген көрінеді. Бірақ бұл уәде 25 жолдың тек біреуіне тас жол төсеумен тыныпты. Қалғанның топырағы шығып, шаң болған күйде жатыр. Мәселе қашан шешіледі? Аймақтағы әріптесім Нұрғиса Қаржаубай тарқатсын. Барысқан алқабындағы ағайын жаз болса шаң басып, күз бен қыста батпаққа малынып жүруге мәжбүр. Себебі 900 түтіні бар шағын ауданның көшелері ширек ғасырға жуық жөнделмеген. Осы уақыт ішінде мәселе талай көтерілгенімен, біраз әкім ауысып, шешімі күрмелген күйі қала беріпті. Балаларымыз школға баратын батпақ, жүре алмаймыз. Масқара жаңбыр жауса бітті, батпақтан жүре алмаймыз. Пакет киіп жүреді арасында балалар. Қай үшін жылына 2-3 аяқ киім киеді. Ауыстырамыз. Қонаққа шақырамыз әкім мырзаны. Келіп көрсін, бізге келсін, өз көзімен келіп көрсін. Сан жыл жол сұраған жұртқа былтыр қала билігі келіп сүйінші сұраған. Тұрғындардың сөзінше республикалық бюджеттен жолға қажетті қаржы бөлініп, құрылыс жұмыстары да басталған екен. Бірақ бір жолды асфальттап болған соң жауаптылар жол жөндеу жұмыстарын саптайыпты. Болды 1 миллиард 600 мың ақша бөлінді, бітті. Переходящий бұл объект биыл екеуін істейміз, келесі жыл қалғанын істейміз деді. Соның кейін бітіреміз сіздер 2024 жыл толық бітеміз деген. Міне ендігі кешегіде келіп, енді біресе 3 көше дейді, біресе 4 көше дейді. Нақты сұрақ. Республикадан бізге ақша бөлінді ғой былтыр. Сол ақша қайда? Әкімді күте-күте күпті болдық деген тұрғындар қала басшылығын өздері іздеп келді. Жобаның жасалғаны рас, бірақ қаржы жоспар бойынша бөлінбеді деп ақталды шаһар әкімі. Дегенмен жол салуға республикадан 1,4 миллиард теңге қаралған. Бүгінде оның бір бөлігі ғана берілген екен. 24 жылға жоспарлы түрде республикалық бюджеттік комиссияның шешімімен биылға 767 миллион теңге қаражат қарастырылған. Бірақ ол қаражат мынау қаржыландыру жоспарына сәйкес маусым айына қойылған. Қаражат кеше келді. Қаражат кеше келіп, мердігер 1-2 күн болды жұмысын бастады. Қала әкімі мердігерге қаржының 30%-ын аударып берген. Енді құрылыс компаниясы қазан айының 1-не дейін үлкен 8 көшеге жол салуы тиіс. Ал қалған жолдар келесі жылдың еншісіне қалып отыр. Нұрғиса Қаржаубай, Мержан Бейсебай, Алматы телеарнасы, Тараз. Биыл Қазақстанның 9 облысында құрғақшылық күтіледі. Синоптиктер осылай деп егіс алқаптарының иелеріне ескерту жасады. Бірақ шаруалар жаңбырсыз жазға тас түйін дайынбыз деп отыр. Әріптесім Алтынгүл Төлегенова болжамды біліп, жоспарды тыңдап қайтты. Жазға ауа райына болжам жасаған Қазгидромет мамандары маусымдағы ауа температурасының жоғары болатынын хабарлады. Сәйкесінше елді егістік алқаптарының жайы алаңдатып отыр. Өйткені күннің қатты суы салдарынан Қостанай, Маңғыстау, Батыс Қазақстан, Ақтөбе мен Қарағанды және Ұлытау, Абай, Жамбыл облыстарының жекелеген аудандарын қуаңшылық жайлауы мүмкін. Синоптиктердің болжамы осы. Маусым айына шығарылған құрғақшылық болжамы бойынша атмосфералық құрғақшылық маусым айында күтіледі. Атап өтетін жағдай осы алдағы 10 күнде Қызылорда облысының Шиелі ауданында құрғақшылықтың басталуы күтіледі. Жазда күтілетін құрғақшылықтың алдын алуға шаруалар ерте бастан қамданған екен. Елдің ауыл шаруашылығы министрлігі де әзірге алаңдауға негіз жоқ деп отыр. Жағдайды толық бақылауға алған ведомство президент тапсырмасы аясында су үнемдеу технологиялары енгізілгенін алға тартты. Глава государства в прошлогоднем послании Мемлекет басшысы былтырғы жолдауында су үнемдеу технологияларын енгізумен 150 мың гектар аумақты ұлғайтуды тапсырды. Құрғақшылықтан және басқа да қолайсыз жағдайлардан болатын жағымсыз салдарды азайту үшін ерікті сақтандыру жүзеге асырылады. Онда сақтандыру сыйақыларын 80%-ға дейін субсидиялау көзделген. Ол үшін мемлекет осы жылға 3,1 миллиард теңге қаржы қарастырып отыр. Құрғақшылық болжанған 9 облыстың ішінде Ұлытау өңірі де бар. Жергілікті билік жаңбырсыз жаздағы жағдайды бақылауға алдық деп сендірді. Бүгінде облыстағы 2620 қожалықтың 50-ге жуығы егін шаруашылығымен айналысады десек, қуаңшылық бола қалса, мемлекет тарапынан оларға субсидия беріледі екен. Сондай-ақ өңірлік ауыл шаруашылығы мамандары да қуаңшылықты болғызбай, жем-шөп базасын көбейтуді жоспарлапты. Мысалы, белгілі бір аумақта немесе ауылдық округте құрғақшылық деп жарияланса, онда біз субсидиялауға дайынбыз. Қазіргі таңда суармалы егістік алқабы дейді. Сол жаңбырлатып, тамшылатып, енді өнерде тамшылатып суару әлі орын алған жоқ. Қазір жаңбырлатып суару осы Сәтбаев қаласында және де Ұлытау ауданы Қаракеңгір өзенінің бойында осы 200 гектар, Сәтбаев қаласында 400 гектар жерге суармалы егістік алқабын енгізу қазір жоспарлануда. Қазір енді жаңбырлатып суаратын жабдықтар сатып алынды.
Қалай дегенде де аптабыстық республиканың оңтүстігі мен оңтүстік шығысында тіркелгелі тұр. Қуаңшылық туралы сұрағымызға елдің ауыл шаруашылығы министрлігі биылғы қарғын суды тиімді пайдаланамыз, су тапшылығы болмайды деп сендірді. Ал өзге елден келетін өзен суы алдын ала жасалған келісімнің есебінен жеткілікті болмақ. Яғни құрғақшылықтан қауіп жоқ дейді атқамінерлер. Алтынгүл Төлегенова, Наргиз Жанабекова, Алматы телеарнасы, Ұлытау облысы. Елімізде әлі күнге қара суға жармай отырған елді мекен бар. 1200-ге жуық ауыл ауыз судың азабын тартып келеді. Тіршілік нәрінен тарыққан халықтан өткен жылы 43 мыңнан астам шағым түсіпті. Ауылдағы ағайынның базынасын бүгінгі үкімет отырысында Олжас Бектенов айтты. Премьер-министр республикадағы ахуалға тоқталып, жауапты министрлікті шапшаң қимылдауға шақырды. Ақпарынша аймақтан келетін шағымның басым бөлігі тозығы жеткен желілердің жиістен шығуы екен. Бұдан бұлай тозу деңгейі 70%-дан асып кеткен желілер жаңартылады. Биыл 385 ауылды сумен қамтамасыз ету жоспарланған. Ауыл тұрғындарын сапалы сумен қамтамасыз ету мақсатында елді мекендерде су құбырларын салу және реконструкциялау жұмыстары жүргізілуде. Мәселен, 40,6 миллиард теңге сомасына 29 жоба 9 облыста іске асырылуда. Алматыда құйма және өздігінен тығыздалатын бетондарды өндірумен айналысатын инновациялық зауыт іске қосылды. Ғалымдардың бастамасымен ашылған бұл жобаның ел аумағында баламасы жоқ. Кәсіпорын құрылыс кезінде туындайтын шу мен діріл деңгейін азайтып, күрделі кеңістіктік геометрия конструкцияларын бетондауға мүмкіндік береді. Әрі өнеркәсіптік құрылыс ұйымдарының қызығушылығын тудырып отырған зауыт жұмысымен Жансая Олжабек танысып қайтты. Елімізде баламасы жоқ құйма және өздігінен нығыздалатын бетондарды шығаратын зауытты іске қосу үлкен аждағаттықты талап еткен. Өндірісті енгізу үшін зерттеушілер тобы 6 жыл бойы зертханалық жағдайда жұмыс істепті. Өздігінен нығыздалатын бетон түрі қарапайым бетоннан құрамымен ерекшеленеді. Бұл өз кезегінде күрделілігі жоғары ғимараттарды артық дірілсіз тұрғызуға мүмкіндік береді. В дальнем зарубежье эти смеси применяются уже довольно широко. Бұл өндіріс түрі алыс шетелде біраздан бері қолданылып келеді. Соның ішінде оңтүстік Корея, Жапонияны атап өтер едім. Бетон шығару саласында жаңашылдықтар көп. Біздің команданың міндеті жергілікті шикізат компоненттері мен өндіріс қалдықтарындағы бетон қоспасының құрамын қосып жобалау болды. Зауыт өнімнің негізінде қазақстандық ғалымдардың ғылыми техникалық зерттеулері мен әзірлемелері жатыр. Өндіріс алаңынан алыс учаскелерде пайдалану мүмкіндігі мен бетон төсеу кезінде діріл нығыздағыштардың пайдаланылмауы энергия мен еңбек шығынын айтарлықтай азайтады дейді мамандар. Бұл зауыттың артықшылығы бізде осы Қазақстанымызда қиын геометриялық пішінді ғимараттарға, яғни артық дірілсіз, артық дыбыссыз, яғни без виброуплотнений соларды жүзеге асыра аламыз. Күл қалдығынан жұмыс жасаймыз. Сол күл қалдығы арқылы сол химиялар бірге қосып, цементтің добавкасымен силостан суббетон, яғни өздігінен тығыздалатын бетон түрін шығарамыз. Мұндағы жұмыс толық автоматтандырылған. Инновациялық кәсіпорын жол, өнеркәсіптік және азаматтық құрылыс нарығында жұмыс істеу үшін құрылған. Жоғары технологиялық материалдарды пайдалану қысқа мерзімде маңызды инфрақұрылымдық ғимараттар салуға мүмкіндік береді. Құрылыс жұмыстары кезінде туындайтын шу мен діріл деңгейін төмендету еліміздің сейсмикалық қауіпті өңірлерінде аса өзекті. Ал міне жаңа іске қосылған модификацияланған бетон шығаратын зауыттың өнім өндіру қуаттылығы жылына 150 мың куб метрді құрайды. Осылайша елімізде аталған саладағы қажеттіліктерді қауіпсіз қамтамасыз ету мүмкіндігі ашылып отыр. Аталған жобаны қаржыландыруға ғылым және жоғары білім министрлігінің ғылым қоры грант бөлген. Бұл экономиканың түрлі салаларында инновациялық шешімдерді енгізуге деген ұмтылысты байқатады. Жансая Олжабек, Ернат Болатбек, Алматы телеарнасы. Жаңалықтарымыздың екінші жартысынан көретіндеріңіз. Алматыда ақылы автотұрақтарға абонемент енгізу жоспарланып отыр. Көлік жүйесін жақсарту бастамасы кімдерге тиімді, несімен ерекше? Қарызсыз қоғам жобасы аясында 5 мыңға жуық алматылық қаражатын ұтымды басқаруды үйренген. Қаржылық сауаттылықты арттыруға бағытталған бастамаға кімдер қатыса алады? Жаңалықтарымызды жалғастырамыз. Алматыда ақылы автотұрақтарға абонемент енгізу жоспарланып отыр. Бұл қала халқы үшін тиімді бастама дейді мобильділік басқармасының өкілдері. Өйткені билеті бар тұрғындар сағаттық төлемнен босатылады екен. Сондай-ақ кейбір көлік түрлеріне жеңілдік жасалса, белгілі бір санаттағы азаматтарға көлігін тегін қоюға рұқсат берілмек. Тақырыпты әріптесім Айолым Көлжігіт тарқатады.
Қазір Алматыда 18 мыңнан аса ақылы тұрақ бар. Олардың саны жыл соңына дейін 30 мыңға артпақ. Бастама жабайы тұрақтар қатарын азайтуға және көлік жүйесін жақсартуға бағытталған. Осылай мәлімдеген Алматы паркинг өкілдері халық тарапынан да сұраныстың артқанын айтады. Сондықтан тамыз айында абонементтік жүйені енгізуді жоспарлап отыр. Әзірге әкімдік тарапынан құқықтық нормативтік актілер дайындалып жатыр екен. Таңғы сағат 8-ден кешкі 7-ге дейін мысалы бізде жұмыс уақыты бекітілген, және ақылы автотұрақтардың. Бірақ сол мысалы ол күніне 1100 теңге шығады. Ал абонемент сатып алған кезде ол әрине ол бағасы төмен болады. Оның ішінде жәнегі жеке тұлғалардың өзінің абоненттік жүйесі болады. Заңды тұлғаларға да абоненттік жүйелерді енгізу туралы жоспарлап отырмыз. Оның бәрі жаңа қайталап өтем талқылауға түседі. Аталмыш билет 3-6 айға немесе 1 жылға арналады. Яғни көлік иелері ақшаны бекітілген бағадан біршама арзан төлейді. Айта кету керек, ақылы автотұрақтар мен жол ережесін бұзған үшін салынатын айыппұлдан түскен қаражат ел қазынасын толтырады. Бұл қаржы көлік жүйесін дамытуға және қоғамдық кеңістіктерді абаттандыруға жұмсалады. Абонемент жергілікті тұрғындарға автотұрақтарды еш кедергісіз әрі тиімді пайдалануына мүмкіндік береді. Яғни темір тұлпар иелері арнайы рұқсаттың арқасында сағаттық төлем төлемейді және көлігін үйінің ауласындағы немесе жақын маңдағы кез келген тұраққа қоя алады. Тіпті кейбір санаттағы азаматтар үшін арнайы жеңілдіктер де қарастырылыпты. Нақтырақ айтқанда, Ұлы Отан соғыс ардагерлері мен басқа да мемлекет аумағындағы ұрыс қимылдарына қатысушыларға, мүмкіндігі шектеулі жандар мен олардың асыраушыларына, көп балалы аналар мен мемлекеттік қызметтегі автокөлік жүргізушілеріне арнайы режим қарастырылған. Оларға көліктерін тегін қоюға рұқсат етіледі. Аяулым Көлжігіт, Ернат Болатбек, Алматы телеарнасы. Алматыда қарызсыз қоғам жобасы аясында 5 мыңға жуық қала тұрғыны қаражатты ұтымды басқаруды үйренген. Аманат партиясының қолдауымен жүзеге асқан бастама азаматтардың қаржылық сауаттылығын арттыруға бағытталған. Бүгінде жоба аясында қарапайым азаматтармен қатар түрлі мекемелер сұраныс білдіріп, мамандарды 5 күндік оқудан өткізуді қолға алыпты. Бостандық ауданында өткізіліп жатқан кезекті оқу курсының легі медицина қызметкерлеріне арналған. Сонша біліміз болса да, білмейтін қаржылық сауатсыздығымыз өте жоғары екен. Қазір заманда ақшаны қалай тиімді пайдалану, банктерге қалай дұрыс салу, пайыздығын қалай алу деген сияқты өзекті мәселелердің бірі деп ойлаймын. Қазақстан халқына, қазаққа особенно қазір адамда бір 70-80% уже бар шығар кредит. Халықтың қаржылық сауатын арттыруға бағытталған бағдарлама былтыр пилоттық жоба ретінде бастау алған еді. Курс қатысушылары сондай-ақ ақысыз заңгер қызметіне жүгіне алады. Айта кетейін, жыл соңына дейін мегаполисте 12 мың адамға білім беру жоспарланып отыр. Курсқа қаржылық сауаттылығын арттырғысы келетін, кәмелет жасына толған кез келген азамат өтініш білдіріп қатыса алады. Оқыту барысында әр қатысушы өздерінің отбасылық бюджеттерін жоспарлауды, шығындарын қалай азайтуды, сонымен қатар несиелерін мерзімнен бұрын өтеуді, депозиттің шарттарымен танысуды, сонымен қатар алаяқтық мәселесіне тосқауыл қойылуды тереңдеп білім алатын болады. Алматының Түрксіб ауданында тең қоғам әлеуметтік қолдау орталығы ашылды. Мақсат мүгедектігі бар жандарға қолайлы жағдай, жайлы орта құру. Игі жоба аясында есігін ашқан орталық күніне 30-40 адамды қабылдап, тегін қызмет көрсетеді. Тақырыпты тілші жалғастырады. Шаһардың Түрксіб ауданында қазір мүгедектігі бар 5500-ден астам адам тұрады. Енді олар үшін әлеуметтік, құқықтық жұмысқа орналасу, кәсіпкерлікке баулу, тұрмыстық дағдыларды үйрету қызметтерін жүзеге асыратын тең қоғам қолдау орталығы ашылды. Күнделікті 30-40 адамды қабылдауға қауқарлымыз деген әлеуметтік қызметкерлер мүмкіндігі шектеулі жандар үшін қолайлы жағдай жасауға тырысамыз дейді. Бизнес бастау үйірмесі болады, қазақ тілі үйрететін үйірмесі болады, ағылшын тілі, сосын заңгер қызметкері мен психологтарды жаңағы жұмысқа тартып, сұрақтар болатын болса, әлеумет жағынан, тұрмыстық жағынан сол сұрақтарға жауап іздеп жүрген адамдар осы жерден толық өздерінің жаңағы жауаптарын табады деп ойлаймыз. Ал Лилия Люценко мүмкіндігі шектеулі жандарға енді сурет салуды үйретеді. Өзі де 3-ші топтағы мүгедек. Айтуынша бейнелі өнері кез келгеннің дертіне дауа болып, жанын емдеуге сеп болады. Решила здесь проводить. Осы жерде арт-терапия бойынша сабақ беремін. Көп адамның жанына шипа болатын, жеңілдік сыйлайтын үйірме деп айтуға толық негіз бар. Өзім де сырқаттанып қалсам, сурет салып рахаттанамын. Әлеуметтік қолдау орталығынан қызмет аламыз дегендерде дән риза. Осындай мүмкіндік берген ұйымдастырушыларға алғысымыз шексіз деп Ақжарма тілектерін білдірді.
Түркістан ауданынан кеңейген офис ашылғаны кеңсесі қуаныштымыз, құттықтаймыз. Және де біз өзіміздің қолдауымызды көрсетіп тұрамыз. Осында қатысушылармен таныстым. Көп үйірмелерді білдік, қандай үйірмелер бар екен. Енді келіп ылғи да қатысып тұрамыз. Айта кетейін, бұл Алматы қаласы бойынша ашылған 8-ші орталық. Мүгедектігі бар жандар үшін қызмет көрсететін мұндай кеңістік енді мегаполистің барлық ауданында бар. Гүлмарал Езатқызы, Сағынғали Мұңайтпасов, Алматы телеарнасы. Қызылордалық әулет бір ғасырдан астам уақыт сабақ беріп, шәкірт тәрбиелеп келеді. Даниловтар отбасының мүшелері өмірін ұстаздыққа арнаған. Қалыптасқан үрдісті әулеттің кішісі Алтынай Жұмайқызы жалғапты. Ол есту қабілеті нашар балаларға арналған арнайы бөбек жайда қызмет етеді. Әулет мүшелерінің өмір дерегі келесі бейнематериалда. Алтынай Жұмайқызы есту қабілеті нашар балаларға арналған нөмірі 137-ші арнайы балабақшада 15 жылдан аса қызмет етіп келеді. Оның әжесі Сафура Берістемова 40 жыл бойы Қызылорда облысында бастауыш сынып мұғалімі болып жұмыс істеген. Ал ата-анасы шығармашылық адамдары, екеуі де музыкадан сабақ береді. Мен кішкентай кезімнен өзімнің ата-анамның мектепте балаларға тәлім тәрбие беріп жатқанын көріп, ұстаздық еткендерін көріп, маған қатты ұнайтын. Содан соң өзім балабақшаға барған соң мен қызығатынмын. Ұстаздардың бізге үйретіп жатырған біліміне өте қатты қызығып, мен үлкен болып өскен кезде осы мұғалімдікті таңдап ұстаздық еткім келеді деп сол кезден арманым болатын. Тәрбиешінің айтуынша балалармен ортақ тіл табысып қана қоймай, олардың ішкі психологиясында түсіне білу өте маңызды. Педагог-дефектолог болып жұмыс істеу арқылы сіз балалардың дамуына үлкен үлес қосып жатқаныңызды түсінесіз дейді Алтынай Жұмайқызы. Ол қазір ұстаз ғана емес, аяулы жар, сондай-ақ 2 қыздың анасы. Хочу пойти после мамы. Мен анамның жолын жалғап бастауыш сынып мұғалімі болғым келеді. Өйткені маған балалармен жұмыс деген қатты ұнайды. Кішкентайымнан анамның жұмысына барып, оның қалай қызмет атқаратынын көріп өстім. Көбі менің балалармен жақсы қарым-қатынас орнататынын айтады. Даниловтар отбасы түрлі білім байқауларында, конкурстарда топ жарып, жүлделі орындарды да иеленіп жүр. Қазір 1 жастағы қызы Мединаның тәрбиесімен айналысып, үйде отырған ана жұмысқа оралуды асыға күтеді. Рүстем Айткарым, Амина Үсенова, Әлишер Ерғалиұлы, Алматы телеарнасы. Жалғастырамыз. Алматы телеарнасы жаңа жұлдыздарға жол бастамақ. Күзгі маусымда музыкалық талант шоу жанрында Шырқа Қазақстан атты жаңа бағдарлама қалың көрерменге ұсынылмақ. Телеарна ұсынған төл туындыда 18 бен 45 жас аралығындағы үміткерлер бақ сынап, жеңімпазға 3 миллион теңге сыйақы беріледі. Сонымен қатар жобаға қатысушыларға бағдарлама ұйымдастырушылар атынан тосын сый қарастырылған. Айта кетейік, тартысты додада тәлімгерлер тізімін танымал продюсер Бағым Мұхидденова бастаса, дәстүрлі жанрда Тамара Асар таланттарға бағыт бермек. Ал жас буын жұлдыздарға Еркеш Хасен қолдау білдіреді. Аталмыш жобаға бүгіннің өзінде 200-ге жуық қатысушы өтінім беріпті. Теңге елуден бірінші Азия чемпионатында Қазақстан құрамасы үздік атанды. Ұлттық ойында топ жарған спорт саңлақтары Ресей, Өзбекстан, Қырғызстан, Мажарстан, Қытай сынды алпауыт елдердің алдына шықты. Алматы облысында өткен 5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойындарына дайындық аясында өткен чемпионатта теңге елудің 3 стилі негізінде алынды. 5 белес, қос құлаш және 7 ғұт бойынша өткен сайыста Рахат Қамбаров үздік теңге елу атағын иеленсе, 5 белес стилі бойынша бірінші орынды қазақстандық Ғалымжан Жанов қанжығасына байлады. Бұл үш стильде өтіп атқан бірінші Азия чемпионаты. Одан кейін енді бүгін жарысқа алысты жақынды елдерден 10 мемлекеттің спортшылары келген болатын. Өтіп атқан жарыс көшпенділер ойынына бір дайындықтың бір түрі деп. Өйткені арасында да бұған тәжірибе керек, ептік керек. Сондықтан әр жарыс өткен сайын бұл жерде спортсмендерде тәжірибе алады деп сенімдіміз. Жаңалықтар қызметінің әзірлеген қорытынды шығарылымы осымен тәмам. Аман сау болыңыздар.